Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бүгін келісілгендей өзімнің шәкіртім Маржан Кенесовна және өзімнің әріптесім Маржанмен бірге біз Америкада оқу немесе ауылдан Америкаға атты тікелей эфирді өткіземіз. Қазір Маржан қосылса бірден бастап кетеміз. Мені жақсы естіп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар ма? Сол үшін тоже реакция жіберіп қойсаңыздар жақсы болар еді. Мен естіліп тұрмын ба? Соны бір айтып қойсаңыздар. Жүрекшелер жіберіп қойсаңыздар жақсы болар еді. Қазір Маржанды көрейік. Егер Маржан қосылса, біз бірден бастап кетеміз. Бүгінгі тақырыбымыз көптен күткен тақырып, өте көптеген сұрақтар келді. Сол сұрақтарға қазір біз Маржан екеуміз бірге қосылып жауап беруге тырысамыз. Барлық оның алдында келген сұрақтарды, сонымен қатар прямой эфир барысында егерде қандай да бір сұрақтар туындап жатса, тоже жазып, сұрап жатсаңыздар, міндетті түрде оқып жауап береміз. Маржан осында екен. Окей. Marjan осында. Hello, Marjan. Hi. How are you doing? Can you hear I'm me well? very good. Yes, sure. Right. So happy to see you. It's good. Okay, so let's get started. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Америка туралы, көптен бері пландаған, жоспарланған бір сондай бір прямой эфир болайын деп тұр. Okay. Сұрақтар өте көп, бірақ енді сұрақтарға көшпес бұрын, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, Маржан, мен сізді бұрыннан танимын, енді бірақ менің оқырмандарым сізді білмеуі мүмкін, сондықтан да өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Баршаларыңызға сәлем. Менің есімім Маржан. Қазіргі таңда Америка Құрама Штаттарында болашақ бағдарламасы бойынша Adult Education and HRD мамандығы бойынша білім алудамын. Магистратурада алғашқы жылым. Қазіргі таңда сонымен қатар Әсел мұғаліміміздің студентісі жағы. Жалпы қазір Америкада магистратура бойынша білім алудамын. Алғашқы жыл, оқу жолы 1,5 жыл. Сол 1,5 жыл көлемінде Америкада білім алатын боламын. Басшысы, мен де мұғаліммін. Бұрынғы бэкграундым бойынша айтатын болсам, Қызылорда қаласының тумасы. Қызылорда қаласында лицей мектепте мұғалім ретінде қызмет атқардым. Магистратура аяқтадым Қазақстанда, одан кейін осы шетелге оқып жатқан екінші магистратура. Қазіргі таңда Career Development, HR Manager секілді мамандықтарды қосымша алып жатырмын. Өте керемет. Қысқаша емес, бұл Америкадағы қазіргі оқып жатқаныңыздың артында қаншама еңбек, қаншама білім, қаншама жылдар екенін тағы да бір дәлелдеп тастадыңыз қазір, Қазіргі тағы да сұрақтардың ішінде болды бұл сұрақ, бірақ сонда да мен өзімнің атымнан да қойып шығайын. Қайдан келді сізге идея Америкада оқимын деген? Қалай ол Қызылордада мұғалім болып жұмыс істеп жүрсіз? Қайдан келді ол? Кім сізге сондай мотивация берді ол жаққа оқимын деген ой қайдан келді негізі? Негізі шет тілі, менің негізгі мамандығым екі шет тілі, кәдімгі ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде. Кез келген ағылшын тілі пәні мұғалімі өзін шетелде көргісі келеді, шетелде білім алғысы келеді. Сондай бір, енді шет тіл мамандығын бітіргендердің барлығының бір арманы болса керек, шетелде білім алсам екен, көрсем екен деп. Сол секілді бұл мамандықта бұл ойға негізі мен 15 жасынан бастап ойымда жүрген, шетелде оқысам екен, көрсем екен, білсем екен. Сол жақтың оқуы мен үшін бір үлкен, бір жетістік ретінде көрінетін. Тем более болашақ бағдарламасы туралы біраз естіген болатынмын. Сол кезде мен де оқысам екен деген ойда болатын. Мен 9 сыныптан кейін колледжге түскеннен кейін 4 жыл бойы білім алдым. Одан кейін сол уақыттарда қарап жүрдім, қайда түссем болады, не істесем болады. Енді ол уақытта бізде біраз информация қолжетімсіздік болды маған негізі. Табу қиындау болды, енді шамалы сенімсіздік болды. Ол кезде 18 жасар Маржан басқаша ой болады. Сенімсіздік болады, тем более дәстүрлі отбасыда өскеннен кейін ойбай шетел десе қорқатын заманның бірінде өстік. Сол себептен барлығымыздың ойымызда бір балалық шақтың гештальты тұғын бұл. Сол нәрсені іске асу керек бір күні. Сол арқылы қазір
2019 жылы мен нақты шештім осы шетелге оқуға түсемін, білім аламын деп, сол арқылы IELTS-қа дайындалдым. Енді IELTS-қа дайындық барысында Ол жаққа самообучение келеміз, Маржан, ол жаққа Иә. келеміз. Аха. Аха. Енді осы сіз жаңа қорқыныш туралы айтып жатыр, сол қорқынышты қалай жеңдіңіз? Қорқынышты жеңуге негізгі себеп ол менің ортам, жолдастарым, таныс жолдастарым, мен пікірсайыспен айналысқанмын, студент болған кезімде. Сол жолдастарымның көпшілігі Америка құрама штаттарына оқуға түскендігін көріп, олардың қалай қолдарынан келгенін қарап, менің неге қолымнан келмеске, мен ол кісілерден қай жерім кем деген секілді ой пайда болды. Сенің де қолыңнан келеді деген секілді сондай бір сенімділік, жігер пайда болды. Қорқыныш болды. Енді жат жерде жүргесін, ешқандай бір еркелейтін ешкімің жоқ. Былайынша басқа жер, ақша жағы қалай болады, қалай өмір сүремін, қалай жасаймын, тамақтар бөлек, культура мүлдем бөлек. Енді бірақ соның барлығы маған бір жаңа нәрсеге құштарлықтан болар, сол қорқыныштың бәрі бір уақытта сейілді. Және де ата-анамның қолдауы бір жағынан. Енді анамның қолдауы көбірек. Әкем менің дәстүрлі отбасыдан шыққан. Біз сол секілді ойбай қыз бала деген шетел асып, мұхит асып. Әрең жіберген шығар. Ол жақта. Қалай көндірдіңіз әкеңізді? Ол жағынан енді мен шыны керек айтайын, мен болашаққа тапсырып, оқуға түсіп, грантқа түсем дегенше пока айтқан жоқпын негізі. Өйткені ол кісі негізі рұқсат бермеймін, жоқ, не бар деп сол секілді нәрсе болған болатын. Содан кейін уже мен пока көрейін тапсырып, содан кейін уже екінші турға жақындағанда болашақтың сол кезде айтуыма тура келді. Енді бір-екі себеп бар айту керек болған. Соған байланысты. Одан кейін уже мен түсіп алайын бірінші. Түсем ба, түспеймін ба, көрейінші, қолымнан келе ма деген секілді условиямен шамалы басылды. Түскен уақытта ол кісіге үлкен бір түрлі сезімде болды, шыны керек. Бірақ өзі айтқан бойынша адам деген қолынан келіп тұрғаннан кейін, екіден бірді адамның қолынан келмейтін болғаннан кейін, енді сені жібермеу ұят болады, обал болады, сені жібермесек. Сондықтан жіберді, қолдап, барынша. Енді магистратуралардың ойы просто магистратурада білім алдың, Қазақстанда шетелде не істейсің бәрібір. Алдың ғой сол магистратураң деген секілді ой болды жайғанан. Содан кейін енді бір менің арманым болатын деп, енді анамның көмегі зор болды, анамның қолдауы, қыз баланың көрсін, ел көрсін, жер көрсін, тәуекел деген секілді. Иә, керемет, молодцы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Маржанға мотивация болған, ол ортасы, достары, әрине сосын қолдайтын, всегда қолдайтын ата-анасы мотивация берген, қолдаған, соның арқасында қазір Америкада оқып жатыр, өте керемет. Енді қазір мамандық таңдау туралы сосын тағы да бір айтып кетейік. Сіз өзіңіз жаңа айтып кеткенде мұғалімсіз, қалай таңдадыңыз мамандықты? Жалпы менің оқыған мамандығым негізі магистратурада Қазақстанда шет тілі мұғалімдерін даярлау, негізі шет тілі бойынша. Менің ойыма мына нәрсе түсті. Мен қазір шетелге оқуға түскен кезде, мен ол мамандықты қайтадан оқығым келген жоқ. Білім саласының басқа бөлімдерін немесе кәсіби мамандық таңдауға қарай көшуді жөн көрдім. Себебі мен сынып жетекшісі болдым мектепте. Сол кезде біраз адамдардың, кез келген тілдескен адамның барлығында мамандық таңдауға қиындық туатындығын, не үшін жұмыс жасап жүргендігін білмеуді, жұмысқа деген бір махаббатпен жұмыс істемейтіндігі, сол сұрақтар мені қатты мазалайтын болды. Яғни meaningful job дейді ғой, мағынасы өзіңізге бір керемет өмір сүруге шабыт беретін нәрсе, ол сіздің сүйікті жұмысыңыз. Сондықтан мен сондай адамдарға кәсіби даярлап, адамдарға солай көмектескім келеді деген секілді ой болды. Менің негізгі мамандығым Health Education and HR, яғни білім саласымен, яғни career development-тың қосылған бейнесі. Яғни мен кішкентай баладан бастап, енді мектеп жасындағы балалардан бастап, егде жастағы жасқа дейін, мысалға махаббатпен жұмыс істеу, білім алу, үздіксіз өмір бойы lifelong learning дейді ғой, үздіксіз білім алу, өмір бойы білім алу деген типпен,
сол мамандық қағидамен. иә Иә, вау, керемет, керемет. Сондықтан да сіз қазір не только тек қана мұғалім шетелді таңдамағаныңыз бір жағынан дұрыс сияқты, мне кажется, өйткені ағылшын тілінің лингвистиканың ол жерде қандай қажеті бар, яғни сіз оны ары қарай жаңағы ғылыми қорғап кетсеңіз мақұл, бірақ мына жерде уже сіз уже білімге, бірақ басқа жағынан. Мне кажется, өте сондай бір қазіргі топовый, өте перспективный мамандар бізде өте қатты дамып жатқан жоқ, бірақ мне кажется, қазіргі өте көп білім алып жатқандар бар. Дәл осы мамандықта келген кезде, мне кажется, бір бум болатын сияқты сіздерге бір революция орнап жіберетін сияқтысыздар ғой, Құдай қаласа. Иә, өте керемет. Енді көбісінің сұрағы, келген сұрақтардың ішінен қалай түсті? Болашақпен түсті ма, қалай түсті, өзі түсті ма деген сияқты өте сұрақтар көп болды. Сол туралы айтып өтсеңіз, қалай дайындық барысы, жаңа программаны таңдау барысы қалай болды, сол туралы? Агентствоға бір сұрақтардың бірі жаңағы агентствоға көмек сұрады ма, или өзі түсті ма деген сияқты соның барлығын тарқатып айтып берсеңіз. Жалпы оқуға түсу барысында кез келген шетелге түскен кезде адам бірінші өзінің мамандығын таңдайды. Мамандық таңдайсыз, ең бірінші мамандық таңдағанда ол мамандықты қалай таңдайсыз? Және өзіңіздің интересіңіз қандай? Қандай нәрселерді сіз өзгерткіңіз келеді? Бұл магистратура негізі бұрын соңында бакалавриатта оқыған оқу орныңызға бір ұнамаған жағдайда немесе өзіңіздің сфераңызды өзгертуге бір үлкен бір шанстардың бірі. Сондықтан мамандық таңдағанда өте мұқият қараған жөн деп есептейді. Жалпы әртүрлі мамандықтар бар. Кәдімгі мемлекеттің түсіп жатқан университетіңіздің өзінің гранты болуы мүмкін, стипендиялық бағдарламалар болуы мүмкін, және де өзіміздің бірегей мүмкіндігіміз болашақ бағдарламасы бар. Қазақстандағы біздің ең бірегей, одан кейін өзіміз естіп жүрген мұғалімдерге арналған Fulbright бағдарламасы, сонымен қатар студенттерге арналған Global Gilbert бағдарламасы бар. 9-шы, 11-ші сыныптарға арналған ішінде Flex бағдарламасы бар. Яғни білім алуға түрлі бағдарламалар, стипендиялар өте көп негізі. Енді екі түрлі нәрсе бар. Бізде менің түскен нәрсем ол болашақ бағдарламасы арқылы түстім. Яғни оған дейін бірақ болашақ бағдарламасына дейін мен оқуға шартсыз түрде приглашение, яғни шақырту қағазын алуым керек болашақтың шарты бойынша. Енді маған бірінші қарапайым стипендияларға қарағанда маған ұнаған нәрсесі неге? Болашақ маған қандай мүмкіндік берді дегенде алда тағы тоқталып өтемін. Бірақ дайындық барысына қатыссам, ең бірінші мен мамандық таңдадым. Одан кейін университеттерді қарадым. Бірақ сіздің университеттерді қараған кезде менде енді уақыт шамалы шектеулі болды. Мен аз уақытта решение қабылдап тапсыруым керек болды сол уақытта. И сол моментте менде кез келген университеттің сұрайтын нәрсесі ол personal statement. Яғни personal statement дейді, motivational letter дейді, яғни сіздің сол оқу орынға, сол мамандыққа, немесе стипендияға тапсырып жатсаңыз, сол стипендия иегері болуға неге сізге ол нәрсе керек? Неге ол нәрсені неге сіз таңдалуыңыз керек? Бізде ақш университеттерінде негізі бізде motivational letter, personal statement жазған кезде, ол бізде Қазақстанда мынандай проблемалар болуына байланысты деген нәрсе емес, ол сіздің өзіңіздің историяңыз болу керек. Мотивациялық хатты оқыған кезде бір историяны оқып жатқан секілді болу керек қой. Душевный эмоцияға берілген болу керек. Яғни мысалға мен оны жазған кезде ең бірінші мен өзімнің жеке практикамды айттым. Мен волонтерствомен айналыстым, осы мектепте жұмыс жасап жүрген кезде, оған дейін де сол кезде ағылшын тілін ауылдағы оқушыларға сабақ беретінмін. Онлайн түрін, офлайн беретінмін волонтерствомен айналысқан кезде. И сол кезде менде олардың балалардың көзінде оты болғанымен білімге деген құштарлығы, соның барлығы қатты әсер ететін. Қаланың балаларына қарағанда ауылдың балаларының көзінің оты қатты жанып тұратын, білімге деген аш болатын. Сол уақытта мен қандай көмек көрсете аламын бұларға, және олар мамандық таңдауға өте қатты қиналатын. Мен сол нәрсені негізге алдым. Мен осылай практикада өттім. Осындай сәттерді өткеннен кейін мен соларға көмектескім келеді, білгім келеді, сондай проблемалар бар деген соларды нәрселерді бір-бірімен байланыстыра отырып, менің практикамдағы тәжірибемде болған нәрсемді байланыстыра отырып, менің историям солай шықты. Яғни бұның менің негізгі мотивациям сол болды оқуға бастағандағы. Сол кезде оны оқып отырған, оқу орнын оқып отырған адам сізді айтады, оқи, мына кісіге жақсы ой бар екен. Мына кісіге керек екен ол нәрсе дейсіз, шақырту керек деген секілді ой болады, сондай бір жақсы ой.
оны мотивациялық хатты жай ғана бір екі күнде жаза салатын нәрсе емес. Оны сіз міндетті түрде жазып тастайсыз. Не жазғыңыз келеді, бәрін қолыңызбен жазып қойып, одан кейін екінші күні қайта қарап, қателеріңізді жөндеп, үшінші күні басқа адамдарға опыты көбірек оқуға түскен немесе өзіңіздің ұстаздарыңызға оқуға беріңіз. Ол адамның впечатлениясы қандай болады мысалға. Сол секілді. Сондай нәрселерге назар аударған жөн. Сондықтан personal statement жазатын кезде өте қатты мұқият сізге ол нәрсе неге керек, не істеу керек, сіз не үшін лайықтысыз сол нәрсеге, сіз нені өзгерткіңіз келеді, сондай бір үлкен бір мотивация болу керек оқу орнына деген. Және де оқу орнын зерттеген жөн, оқу орны қандай, немесе бір университеттердің сайтын ашқан кезде әр бөлімнің өзінің профессорлары бар. Профессорлардың ғылыми жұмыстары бар, ол ғылыми жұмыстан немен айналысады, қандай тақырыптарды зерттеген мысалға. Мүмкін сол профессор туралы жазасыз. Мысалға, мен шәкірті болғым келеді дегендей ма? Иә, сол шәкірті болғым келеді, сол кісіден білім алғым келеді, өйткені бұл тақырып мен үшін қызық. Неге қызық ол сіздің, яғни сіздің сүйікті әселханыңыз, сіздің айтатыныңыз қалайсыз, сіздер осы жерде керек, неге деген сұрақтарға көбірек жауап беру керек. Сондықтан бірінші personal statement ең маңыздысы, оған бей-жай қарауға болмайды. Екінші нәрсе, ақш-қа оқуға түскен кезде міндетті 3 рекомендациялық хат, яғни сізді 3 ұсыным хат. ақш-та оқудың бір ерекшелігі, мұнда сіз бакалавриатты тапсырғаннан кейін сразу докторантураға тапсыра аласыз. Магистратурадан кейін емес, яғни сізде 3 ұсыным хат. Яғни бакалавриаттан кейін оқуға, магистратураға тапсырған болсаңыз, немесе докторантураға, сіздің ұсыным хатыңызда профессорыңыздан алуыңыз мүмкін. Бірге жұмыс істеген организацияларыңыздан алсаңыз болады. Волонтерлік деятельностьпен айналысаңыз мүмкін, сол адамдардан алсаңыз болады. Ал жұмыс істесеңіз, сіздің жұмыскеріңізден аласыз. Және де, мысалға, мен ұсыным хатымда біріншісі волонтерствомен айналысқан, мысалға, Астана қаласында орналасқан волонтерлік желі бойынша алдым, English for жастар бағдарламасы бойынша. Одан кейін өзімнің жұмыс істеген оқу орнынан алдым. Және де сонымен қатар мені ұсына алатын жақсы танитын неден ұстазымдан алдым. Яғни ол кісі, мысалға, мен туралы не айта алады, студенттік уақытта, мысалға, айналысқан нәрселерім, мен қандай нәрселермен айналыстым, мысалға, мен қандай жетістіктерге жеттім, не үшін ұсына алады, сол секілді нәрселер болу керек. Және де рекомендациялық ұсыным хаттарда ол жерде сізге ұсыным хат беріп отырған адамның почтасы, телефоны көрсетіледі. Яғни сіздің университетіңіз сол адамнан хабарласып сұрауы мүмкін сіз туралы. Яғни оқуға қабылдамас болды. Сол үшін де өтірік нәрсе жазуға болмайды ол жерге. Тексеріледі міндетті түрде. Үшінші керек нәрсе ол көп университетте сұрайды, негізі резюме сұрайды. Яғни дұрыс құрылған резюме. Ол жерде сізден мен мына жылы толдым, мен мынаны істедім, немесе мен компьютерді білемін деген нәрселер емес. Нақты сіздің ғана алатын скиллстарыңызды көрсететін, скиллстарыңызды нәрселеріңіз болу керек. Мысалға, мен резюмені составить етіп отырған кезде мен волонтерствомды қостым, экспорта болған, сондықтан айналысқан нәрселеріме. Өйткені волонтерская деятельность бұл жерде ақш-та өте қатты бағаланатын негізі, әлеуметтік көмекке жасауға. Одан кейін, мысалға, мен сенатта практика өттім, сол жоба бойынша, сол жерде өткен, яғни ол өзіңіздің сіз туралы айта алатын картина болу керек. Сол нәрсені жаздық. Және де төртінші керек құжат ол сіздің тілді дәлелдеу. Яғни тілдік деңгейіңізді дәлелдеу сертификатын сұрайды. Яғни international студент болғаннан кейін сізге тіліңізді дәлелдеу керек. Яғни сіздің ол жерде сұрақтардың ішінде де болды сондай, Маржан, Америкаға тіл білмей бара алам ба, оқи алам ба дегенде сұрақтар болды. Қалай? Бола ма? Мен андай бір іште болады ғой, сондай сұрақтарды оқығанда бір жыным қосып кететін сұрақтардың бірі осы. Мен уже үйреніп қалдым. Өйткені ең үлкен маған да қойылатын бір ағылшын тілін білмей барсам бола ма? Оқуға келетін болсаңыз, сізге ағылшын тілін білу керек. Ол жай ғана elementary емес, beginner емес, тем более pre-intermediate жетпейді, intermediate тоже жетпейді сізге. Сізге өлім дегенде upper болу керек. Upper intermediate болмаса, сіз ол жерге ладнысыз, тапсырып шықтыңыз, әйтеуір үйтіп амалын тауып, әйтеуір тестпен тапсырып шығып келдіңіз, бірақ келгеннен кейін, сіз оқуға келгеннен кейін, сіз тем более мысалы болашақпен өтсеңіз, сіз болашақпен келгеннен кейін, сіздің оқу үлгеріміңіз өте жақсы болу керек. Үш болмау керек, по-моему.
иә үш болмау керек дегенде өзінің процентажы бар, одан төмен болмау керек. Все. Содан мысалға айтатын болсақ, ладно келдік, интермедиат деңгейіне келді, бірақ сіз ғылыми академиялық ағылшыныңыз жоқ. Ладно сөйлесе аласыз, мансұрап жей аласыз, бірақ сізде академиялық ағылшын жоқ. Сол моментте сізде артиклды оқисыз, сізге мысалға менің практикам айтатын болсақ, иә, менің мысалға қазір 5 сабағым бар. Мен 5 сабақтан бір сабақ бір аптада мысалға 5 артикл беріп кемі. Оның әрқайсысы 8 беттен тұрады мысалға. Соны қорытып, жазып, оқып, мысалға мен ол сөзді білмесем, ол нәрсені өтпеген болсам, мен қайтадан оны аударып, уақыт бөлу керек, маған сол нәрсе керек болады. Сол кезде сіз репорт жазасыз, аналитика жазасыз, презентация болады. Презентация жасаймыз, иә, ресерч жасаймыз соған. Артикл, өзіміз артикл жазамыз мысалға. Ол нәрсенің барлығын сіз жасау үшін сізде ағылшын тілінің деңгейі fluently болу керек сізде. Өте жоғары болу керек, дұрыс айтасыз. Иә, өте жоғары болу керек. Ол жерде келіп үйреніп кетемін деген нәрсе кейбір адамдар болады, үйреніп кетемін бірден деп. Бірақ ол нәрсеге сіз уже біраз стресстен өтесіз сол уақытта. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені қазір өкінішке орай ма, или жақсы ма білмеймін, көп деңгейі өте төмен өзіміздің әріптестеріміз де бар. Көбісі қазір Америкада оқып жатыр, оларды білеміз. Duolingoмен түскен көбінесе жаңа өзіміздің әріптестеріміз бар, достарымыз бар дегендей. Солардың бәрімен барғаннан кейін сөйлескен кезде қиналып, прям жылап, прям телефон соққан кездері де болған. Өйткені өте қиын, ондай ойламадық. Америкаға барғанда бізді үйретеді деп ойладық деген сондай бір идеямен өткен. Я болашақтан ура, грантқа түстік деп прям енді айқайды салды прямой эфирде. Бірақ енді сонда да ол жаққа барғаннан кейін, енді ана жаққа барғаннан кейін ол кәдімгідей аспаннан жерге түсті дегендей болды ғой. Өйткені сөз білмейді, сөздік қоры өте төмен, elementary intermediate деңгеймен тестті Duolingoмен өткен. Бірақ ана жаққа барған кезде енді Duolingoмен IELTS-ты салыстыруға болмайды. IELTS-ты тапсырмағаннан кейін өте қиындық, өте көп болып жатыр қазір. Менде бірнеше студент бар, қазір кәдімгідей қиналып жатырмыз деген. Өйткені ол шынымен де деңгейді білмей, beginner деңгеймен өткенде маған жазап, мені IELTS-қа дайындалыңызшы, мен болашақпен кеткім келеді дейді. Мен ана жерде уже блокирую всех. Даже интермедиат деңгейім 8 алуға бола ма дегендерді я начала уже блокировать. Мүмкін емес ол. Қалай ол миға сыймайтын нәрсе ғой, қалай деңгейлеріңіз сіздің ол жақта сіздерді ешкім жаңағы ой мынау Қазақстаннан келді екен ғой, тіл үйретіп жіберейікші деген сияқты ондай понятие жоқ. Келдіңіз ба, сізді бір нәрсені түсіну керек оқырмандар, то что ол жаққа барғаннан кейін сізді ешкім жаңағы алақанына бүйтіп салып, жаңағы әлделеп жүрмейді, алақанына салып аялап жүрмейді. Ол жерге бардың, болды сол университетте кәдімгі американдықтар сияқты отношение сізге. Сізді маған сен түсінбей қалдың ғой, мына сөзді білмедің ғой, мен саған түсіндіріп жіберейін деген мүлдем жоқ. Айтыңызшы, Маржан, дұрыс қой? Шыны керек, оқуға түскен кезде бізде кейбір университеттер болады, интернешнл студенттерге арналған бөлек группасы бар. Менің оқып жатқан жерімде бізде ондай нәрсе болған жоқ. Біз барлығымыз американдықтармен бірге оқыдық. Сол сәтте сіздер шетелден келген екенсіздер деген секілді уступка нәрсе жоқ. Теңдей дәрежеде бағалайды. Сұрақтар болса, кемшілік болса, сұрасақ, әрине сұраққа жауап береді. Бірақ все равно бәрін бір теңдей дәрежеде бағалайтын болады. Duolingo туралы айтатын нәрсем, ол Duolingo, мен де Duolingo тапсырып түстім негізі. Маған IELTS-қа дайындалуға уақыт болған. Сіздің деңгейіңіз айтады, жоғары болды ғой, ол Duolingo тапсырғанмен сіздің деңгейіңіз жоғары мысалға. Бізде elementary intermediate пен Duolingo тапсырып түсіп кеткен қаншама қыздарды өзім білемін. Иә, ол просто Duolingoның кемшілігін айтайын. Университетте Duolingo қабылдағанмен сіз университетке шартты түрде қабылданасыз. Яғни сіз ол тіл деңгейіңіздің дәлелі емес. Сіз шартты түрде қабылданасыз. Бізде ол барлық университет қабылдайтыны IELTS пен TOEFL ғана. Duolingo тапсырып түсесіз, ладно, түсті, шақырту алдыңыз, бірақ та ол шақыртуда сізде жазылып тұрады неден. Келгеннен кейін, университетке түскеннен кейін сіз тілдік дәлелдеуіңіз керек. Тілдік тест тапсырасыз бірінші. Тест тапсырғаннан кейін деңгейіңіз жетпейтін болса, академиялық ағылшынға жетпесе, сіз қосымша сабақ алуыңыз керек. Немесе тестті қайтадан тапсыруыңыз керек. Қосымша сабақ мысалға болашақтың меркісі бойынша айтатын болсақ, қосымша сабақтың ақшасын болашақ төлемейді. Сіз оны өзіңіз төлейсіз. Сондықтан имейте в виду, оқуға түсетін болсаңыз, сізге ең керек нәрсе IELTS пен TOEFL. Ол кезде сіз өзіңіз қиналмайсыз. Жеткілікті деңгейіңіз бар,
қосымша сабақ алуға қажет емес, ары қарай оқи бересіз. Ол жағы плюс. Ладно, дуалинго түсесіз, бірақ сіз өзіңіз келем дегенше IELTS сертификатыңызды алып, мысалы, жеткілікті дәрежеде алып кетсеңіз, тогда это можно, иә. Оңайырақ болады. Иә, оңайырақ болады. Өйткені сізге керек емес қосымша сабақ алуға, ары қарай жұмыс жасауға керек емес. Яғни ол сіздің академиялық ағылшыныңыз сіздің жазылымыңызды тексереді, яғни академиялық жазылым. Өйткені біз research жасаймыз ғой. Сол үшін де сол нәрсе керек. Менде қазір сабақтардың барлығы researchке байланысты. Гуманитарлық маған қойған сұрақтардың бірін айта кетейін. Гуманитарлық мамандық бойынша маған ең оңай сабақ неңізді айтыңызшы, мамандық айтыңызшы дейді маған. Сол кезде мен күлдім, оңай деген мамандық болмайды. Гуманитарлық болса, тем более екі есе жұмыс істейсіз. Сіз код емес, ол есеп шығармайсыз, сіз сөйлейсіз, сіз жазасыз, сіз презентация жасайсыз, сіз артикл жазасыз, проект жасайсыз, кейс стади жасайсыз, мысалы, мұғалім ретінде болса. Сондықтан ағылшын тілі деңгейін желательно дамытып барып оқуға түскендігіңіз жөн, өзіңізге екі есе стресс болмас үшін. Дұрыс айтасыз. Өйткені шынымен де ол баруын барасыз, бірақ оқу ол басқа нәрсе. Сондықтан да деңгейдің жоғары болғандары өздеріңізге плюс қиналмайсыздар, стресс болмайсыздар, депрессияға түспейсіздер. Бәрі оп-оңай өтеді, иә? Оңай өтеді, әрине. Примерно оп-оңай деп береді. Егер тіл білмесе, ана жерде деңгей принтермейт болып тұрса, екі есе стресс болады. Мне кажется. Мен өзімде, мысалға, мен бірінші келген кезде өзім ағылшын білетіндігіме мен өзім күмәнданып қалдым, шыны керек. Мен точно оқыған ба, ағылшын мен неше жылдан кімге сабақ бердім, өзі деген сұрақтарымда. Өйткені бұл жақта деңгей бөлек, адамдар сөйлеген кезде речь бөлек, әркімнің интонациясы бөлек, соған үйренісу, түсіну, акцент бөлек. Сол нәрсенің барлығы өзіңе практикаға келген кезде все-таки басқаша. Сондықтан ағылшын тілінің деңгейлеріңізді дұрыстап бірінші түскендеріңіз үшін дуалинго тапсырыңыздар, бірақ оқуға түскенге пока болашақта алып, елге келемін дегенше IELTS-қа дайындалып, тапсырып, деңгейіңізді көтеріп барып келсеңіздер, тоже можно. Иә, дұрыс айтасыз, келісемін. Окей, тағы да сұрақтардың барлығы болашақпен барып қалып қоюға бола ма деген сұрақ келді. Болашақ негізі, болашақтың мақсаты, болашақ бағдарламасының мақсаты елге қажетті мамандарды даярлау. Яғни елге қажетті, яғни бізде болашақ сайтында өзінде көрсетілген мамандықтар бар. Яғни басым мамандықтар, басым пәндер, қандай мамандар жетіспейтін елге. Сол арқылы бізді жібереді негізі. Бірақ болашақтың шарты бойынша сіз жалпы оқуға ладно, мен бірден айта кетейін, енді бәріне сұрақ қойып жатыр. Ладно, сіз personal statement барлығын алып, оқудан шақырту алғаннан кейін, сіз өзіңіз сол университеттің scholarship-тары бар, соған тапсырсаңыз болады. Яғни, болашаққа тапсырамын дегенше, мен алсаңыз грант сосын біздің болашаққа тапсыруға болады. Болашақтың артықшылығы. Болашақ сіздің бару қайту жолыңызды толық төлейді, визаңызды төлейді. Яғни визаға өзіңіз бірінші төлейсіз, андай барған. Оны бірақ егер виза одобрять етсе, сізге сол шығындарыңызды өтеп береді. Ал егер де оған виза алмаған болса, сізге ол шығынды өтеп бермейді. Одан кейін сіздің ай сайынғы стипендия, яғни ай сайынғы стипендия әр штатқа байланысты әртүрлі. Мысалы, мен штатында $1,500 тамақпен тұрғын үйге. Одан кейін кітапқа, әр семестр сайын кітап шығындарына бөлек ақша төлейді. $700, қателеспесем, мен уже ұмытып қалдым. Сондай. Содан кейін сіздің сол шығындарыңызды өтейді да, ай сайынғы барып қайту жолыңыз. Содан кейін сізде, мысалға, менде жаздық семестрде демалыс, бір жарым жыл ішінде. Жаздық семестрде менде демалыс, сол уақытта мен елге қайтатын болсам, мысалға, сол уақытта болашақ мен шығынымды өтеп береді барып қайту жолында, бірақ ол үшін алдын ала жазылу керек. Сол секілді. Болашақ сонысымен артықшылығы. Сіз ондай өзіңіздің стипендияңызбен, мысалға, енді стипендияға немесе ақылы түрде оқуға түскен болсаңыз, сіздің тұрғын үйіңізде соның бәрі қосымша жұмыс істеу керек болады сізге. Яғни бұл жерде главный нәрсе, бұл жаққа приоритет, сіз оқуға келесіз. Сізге жұмыс істеу не обязательно стипендия негізі, егер де жақсылап тұрғын үй тапсаңыз, өзіңіз жағдайына қарасаңыз, негізі жеткізуге болады. Ал егер де отбасыңызбен келсеңіз, ол жетпейді. Осы отбасыға байланысты бір кішкене тоқталып кетейік, иә. Сұрақтардың көбісі жаңағы отбасымен барған жағдайда қалай болады
әр отбасы мүшесіне ақша төлене ме, бізге үй бере ме деген сияқты осындай қызық сұрақтар келді. Соны прям тоже тарқатып айтып берсеңіз, кішкене біздің оқырмандарға сразу жоқ болатындай. Сұрақ кезде болашаққа құжаттарыңызды өткізесіз. Болашаққа құжатты өткізген кезде сізде шартсыз шақыртуыңыз және де казтест тапсыруыңыз керек. Казтесттің алдын ала тапсырып уже тестін алуыңыз керек. Хотя бы минимум B1 деңгейінде болу керек ол тестіңіз. Казтест тапсырғаннан кейін сол құжаттардың керек құжаттардың барлығын өткізгеннен кейін сізге бірінші турға өтесіз. Бірінші тур ол бізде кешенді тестілеу, SHL тест деп айтылады, яғни вербальный тест, числовой тест, оның ішінде содан кейін психологиялық портрет, яғни сол нәрсе. Ол тестті орыс тілінде тапсырған абзалырақ, себебі орыс тілінде тапсырған более понятливый. Мен қазақ тілінде тапсырғам. Мен қазақша өзім Қызылорданың қызы болсам да қазақша түсінбеген секілді болдым, өйткені дословный перевод көп болды, кішкене кемшіліктері. Сосын түсіну қиын болғандықтан менде шынымды айтайын, мен балым жоғары болған жоқ. Мен қорықтым, что вот все, уже мен түспеймін, болашақ менікі емес. Болдым мен деген секілді ой болды, но бірақ негізгі момент сіздің психологиялық портретіңізді, сіздің шетелге әзірлігіңізді тексереді. Числовой тест, вербальный тест, соның барлығы қорытындысы тұрады. Сіз одан 1 балл алсаңыз да, 0 балл алсаңыз да, екінші турға өтесіз. Екінші тур ол бізде ең маңызды период. Екінші турда сізде комиссия қарайды. Яғни ол комиссияға сіздің мамандығыңыз не үшін қажет мемлекетке, соны дәлелдейсіз. Сол жерде комиссия отырады, сізге сұрақтар қояды, сіздің резюмеңізге қолдарында тұрады олардың. Мысалы, маған сұрақтар қойды, сіздің мысалға ғылыми зерттеулеріңіз бар ма? Мысалға, сол сұраққа мысалға кібіртіктемей, сенімді түрде дәлелдеуіңіз керек оған. Сол секілді әр мамандықта әртүрлі сұрақтар қояды. Негізі бұл жағдайда елге келгеннен кейін не істейсіз, қазір қандай жұмыс жасайсыз, бұрын соңды жасаған іс-әрекеттеріңіз, қандай жетістік, одан кейін қандай маман боласыз, сол секілді сұрақтар қояды. Содан сенімді өтсеңіз, одан кейін үшінші тур ол комиссия шешімі өзі жасалады. Одан кейін өзі комиссия шешімінде егер списокте болсаңыз, сіз өттіңіз. Ол жерде мысалға менде 5 комиссия болды. 5 комиссияның барлығы я деген мысалға. Сіз егер де 3 комиссия я деді, 2 комиссия жоқ деседе, сіз өтесіз, өткен 3 комиссия я деді сізге. Сондықтан, бірақ неге бізде вербальный числовой тесттер маңызды? Егер де одан сіз өте төмен алсаңыз, тестіңіз сәйкес келмесе, мысалға теңдей дәрежеде тұрған мысалға адамдар болса, кімнің тесті жақсы, сол өтеді негізі көп жағдайда. Сол жақтан да қамайды. Сондықтан барлығы теңдей бір жақсы өткен дұрыс. Одан кейін болашақта тест, мысалы, стипендиантты атандыңыз, одан кейін сізге процедура документ басталады. Осы жерде сізге үлкен нерв керек. Сізге үлкен күш қуат керек. Өйткені барлық маған айтпақшы бір сұрақтан бірі залог қоюға қорқады. Егер сіздің өзіңіздің атыңызда, немесе мен мысалға бойдақ болғандықтан, мен ата-анамның атында үй бар жоғын, ата-анамның атында үй болса, мен ол үйді мысалы оқу шығынын қанша миллион мысалға оқу шығынын есептеп беріп, сол шығынның көлемінде менің қоятын үйім сондай болу керек негізі. Яғни менің үйім ата-анамның атында егер үй болатын болса, декларация тапсырамыз сондай неден. Мысалы мен атымда үй ештеңе жоқ. Мен ата-анамның атынан тапсырамын. Сол уақытта егер атымда үй болса, сол шығын өтемесе, хотя бы жартысын өтесе мысалға, мен ары қарай қосымша тағы 2 гарант немесе 3 гарант өздері айтады, қанша гарант керек екенін. Сол гаранттардың құжаттарын өткіземін. Сол құжаттарын өткізесіз, бірақ залогқа қоюдың қорқудың қажеті жоқ. Және гарант болатын адамдардың қорқынышы болмау керек. Маған андай гаранттар іздеген кезде бір как будто басыма кредит алып беріп тұрсақ сезімде болды олар. Иә. Мен не істеймін, ертең өзіме ұялғанда кедергі болмай ма, еш жерден шықпай ма? Оның ешқандай жерге қатысы жоқ. Қорықпай гарант болу, жай ғана сіздің елге келіп қызмет жасайтындығыңызға кепілдік. Сіз елге келіп, еліңізге қызмет жасасаң болады. Немесе ол сенің жұмысқа келіп бір айлығыңнан ұстамайды ешқандай ақшаны. Жай ғана елге қызмет жасау, елге оралу деген сол үшін кепілдік қойылады. Мысалға үйді қоясыз, гарантты қоясыз. Ол үй бірақ егер сіз пока мысалға отработка жасап келіп, отработка жасап біткенше ол уақытша шектеуде тұрады, яғни оны сатуға болмайды, немесе басқа әрекеттер жасауға болмайды, ол обременение тұрады. Одан кейін сізде мынандай болады, вот сату керек болады, бірақ сіз оның орнын басқа имуществомен алмастыра аласыз. Яғни жылжымайтын кез келген мүлік есептелінеді.
тіпті сіздің бойыңызда помещение болсын, үй болсын, жер болсын, сол нәрсенің барлығы мүлікке жатады. Бірақ машина есептелмейді, машина жылжымайтын мүлік емес. жылжиды өйткені. Иә, жылжиды өйткені. Енді көбісі сұрайды, машинамды қойсам бола ма деп, сол үшін айтып отыр. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сол үшін де қорқудың қажеті жоқ. Гарант болғанда, главное, бірақ енді ата-ананың келісімі керек, конечно, олар қорқады, енді традиционный адамдар болса. Сондықтан барынша жоқ, әсер етпейтіндігін дәлелдеп жасағандарыңыз жөн. Құжаттарды өткізесіз, соның барлығы процедура ұзақ уақыт алады негізі. Одан кейін сіз мысалға үйге, ол жерге процедураға бармас бұрын, ата-анаңыздың атындағы бүкіл үйлер не бар, соны егофтан қарап алған жөн. Кейде моменттер болды, мысалға ата-анамыздың кезінде сатып жүрген, анау 1900 бір нәрсе жылы сатып жүрген үй шығып тұр, әлі атынан кетпеген егофтан. Сол моmentте имущество сіздікі де шығарып беріп тұрады. Сондай қателіктер болмас үшін егофқа барып қайттан соңға жібереді, сөйтіп біраз бюрократика, жүгіріс, нерв, сіздің уақытыңыз жұмыс істеп жатсаңыз, тем более, сондықтан барынша даяр болған жөн алдын ала. Бірақ қорқудың қажеті жоқ, ол өте жақсы мүмкіндік. Иә, сондықтан да егер де қандай да бір туысқандарыңыз, бала-шағаларыңыз гарант іздеп, бізге гарант болыңызшы деп, болашақпен түсіп жатырмын десеңіз, міндетті түрде қолдап гарант болып жіберіңіздер деген сөз ғой. Мен өзім лично мен негізі гаранттарды алып бардым. Мен 7 адамның гарантын гарант ретінде алып барғанмын. Біреу өтпей қалса, вдруг өтпей қалса, мен қысалдағы қайтадан құжаттарды жасай алмаймын деп. Сондықтан запасной тағы вариант болу керек, өйткені вдруг олардың құжаттарын тексергенде дұрыс емес болып қалса, сізде тағы бірден қоя алатын. Өйткені қайтадан елге келіп сіз жүре алмайсыз ғой. Содан кейін отбасымен жете ма? Иә. Отбасы туралы айтыңызшы. Болашақ үй бере ма, үйді дайындап қоя ма сіздерге? Жалғыз барсаңыз да, отбасымен барсаңыздар да, отбасыңыздағы жаңағы садикке тұрғызып, күйеуіңізді жұмысқа тұрғызып бере ма? Қалай, сол жағын айтып беріңізші. Отбасымен барған уақытта мен өзім отбасымен келген жоқпын. Мен өзім қара басыммен келдім, бірақ соның өзінде қиналып кеттіңіз. Кішкене түсініксіз болды, бірақ отбасымен келген бізде 5 қыз бірге келдік. Осы Агая штатына, оқу орнына келген кезде. Ол кісілердің 6 қыз бірге келдік, 4-еуі отбасымен келді. Олардың кісілердің отбасымен келген жағдайда сіздің стипендия тек стипендиатқа ғана беріледі. Стипендиатқа ғана беріледі. Сіздің басқа шығындарыңыздың барлығы өзіңізден. Яғни отбасыңызбен келетін болсаңыз, сіздің күйеуіңізге, балаңызға визовый процедураның барлығын ақшасын өзіңіз төлейсіз. Және де визаға барған кезде сіздің счетыңызда определенный сумма болу керек. Сіз барған кезде неге өзім тұра алам, осы кепіл бар. Қанша сумма болу керек, Маржан? Тұра алуыңыз керек. Менің естуімше, мен негізі толық білмеймін ол жағын, бірақ $30,000 кемі. Енді баланың санына байланысты есептеледі өздері. $10,000, $20,000, мысалы, кейбір отбасыға $10,000, кейбіреуіне 30,000, мысалы, бала саны көп болса, көптеу бар. Шығындар өтеді. Мысалға, тіпті турвизаны ақш-қа алғанның өзінде сіздің счетыңызда кем дегенде $5,000 болу керек, мысалға. Сол секілді, сіз тем более отбасыңызбен ұзақ мерзімге баратқан екен, значит, ол сумма одан да көптеу болу керек деген сөз. Сол үшін де сізде определенный сумманы көрсете алуыңыз керек, дәлелдей алуыңыз керек, сол бар екендігін. Одан кейін сіздің визаңыз және де билет шығындарын болашақ өтемейді, отбасыңызға. Тек қана стипендиатқа ғана. Тек стипендиатқа ғана. Басқа отбасыңызбен баратын болсаңыз, сіз өзіңіз билет сатып аласыз оқу орнына дейін. Одан кейін стипендия өзіңіздің билетіңіздің шығынын болашаққа өтеп бере аласыз. Қалған шығын өзіңізден. Ол жағына болашақ жауап бермейді. Одан кейін болашақ үй тауып бермейді. Болашақтың барлық жұмысы ол сізге стипендияны береді. Сіз оны өзіңіз қалай жұмыс жасаңыз өзіңіз білесіз. Общежитиеда тұрасыз ба, далада тұрасыз ба, қалай тұрасыз ба, өзіңіз білесіз. Главное, ол ақша сізге берілді. Үйіңізді табу, іздеу барлығы өзіңізден. Сізге келіп, мысалға, болашақ сізге мына үйге барын айтпайды. Сондықтан ақшқа мысалға біз Агаяға келетінімізде біз негізі общежитияға тұрмақ болғанбыз, бірақ ол үшін біз кеш қозғалып қалған секілдіміз. Егер де мысалы күзде оқуға келетін болсаңыз, сіз уже анау көктемнің соңында жаз басталған деген кезде уже сіз общежитиядан орын алуыңыз керек. Бұл жерде дайын тұрған нәрсе жоқ. Одан кейін үйдің процедурасы өте шамалы. Біз сияқты 150 мың көрдік.
оқтай деп қолына 150 ұстап тұрып, ары қарай ертеңіне көшіп кетмейсіз. Кредит тапқаннан кейін сіз өзіңіздің платежеспособностіңізді дәл төлей алатындығыңызды дәлелдеуіңіз керек. Кімге дәлелдеу керекпіз? Біз бұл жақта ақш-та лизинг офис, арендаторға дәлелдеуіміз керек. Мысалға, сізге айтады, мысалға, бұл жерде депозит деген нәрсе бар. Депозит үйді алар кезде сіз міндетті түрде депозит жасайсыз. Мысалға, кредиттік историяңызды қарайды. Мысалға, ақш-тағы кредиттік историяға қатты қарайды. Платежеспособность, кредит алып төлеген уақыттарыңыз бар. Мысалы, Каспийден кредит алып, оны уақытылы төлеп жатқандығыңызды қарайды. Мысалы, енді бірақ Қазақстанда кредитке жауап бермейді, осы ақш-та алынған нәрсеге жауап береді. Егер де сондай история бізде жоқ қой, енді біз студент болып келіп тұрмыз. Бізге айтады, сіз үйдің 2 есе сомасын төлейсіз алғашқы айда. Яғни, мысалға, менің үйім $100 ма, мен мысалға оның 2 есе сомасын төлеп, бір депозитте тұрады ол ақша. Депозит болып төлеймін. Сол арқылы сізде, значит, запасной ақша болу керек кейініңізде. Содан кейін, қасыңызға мысалға шер жасайтын руммейт іздесеңіз болады. Енді отбасымен бағана көбінесе руммейт демейді, енді отбасы болғаннан кейін. Сол нәрсені қарайды. Одан кейін оны сіз ладно депозит төлей алатыныңызға дәлел құжаттарын бәрін өтсесіз, олар сізге кредитке одобрение берген сияқты үйге көшіп келуге рұқсатын күтесіз. Одан кейін барып сізге рұқсат береді. Ой, сіз қош келдіңіз біздің апартаментке, мысалға. Мысалға біз үйді күткен кезде, мысалға, ұзақ күтіп қалдық. Мен лично осы жақында көшкен кезде 2 апта, 3 апта күтіп қалуым керек болды. Мысалға, одобрение беріп, үй пока дайын болып, құжаттарын бәрін өткізгеннен кейін шама уақыттар алды. Ол үшін алдын ала келіп, немесе алдын ала онлайн заявка беріп, келіп көшіп келсеңіз болады. Сондықтан бюрократия өте көп. Процедура бірден болмайды. Ол жақта бірден, мысалы, Қазақстанға барып, ертеңіне барып көшіп кетемін деген нәрсе болмайды. Сіз келісімшартқа отырасыз, 1 жылға, 6 ай, 9 ай, 1 жыл мысалға. Көбінесе 1 жылға отырғызады офистер. 1 жылға отырғаннан кейін сіз ол лизингті бұза алмайсыз. Лизингті бұзған болсаңыз, сол шартты сізге депозитке басында қойдыңыз ғой 2 есе суманың ақшасын, мысалға. Сол суманы сізге қайтарып бермейді. Егер де сіз 1 жыл өтіп тұрып, ешқандай нәрсені құртпай, қалай берілді, солай өткізсеңіз, мысалға, балаларыңыз стенаны бояп тастап, бұрын стена қалай болды, дәл солай сіз тапсыруыңыз керек. Тапсырып, ештеңе барлығын бергеннен кейін, оқтай күшті, жақсы, бәрі нормальный состояниеде десе, тогда сізге сол депозитке берген ақшаны қайтып береді өзіңізге. Сондай. Қазақстандағыдай жумай, шашып кете салу деген болмайды, жоқ. Бізде каждый нәрсеге қараймыз, мәссаған, мына жеріміз сызылып қапты. Келген кезде бізге айтады, үйде қандай кемшілік көріп тұрсыз деп. Қағаз береді, біз көреміз мысалға. Оқтай, мына жерде стенада жарық бар. Ертең менен көрмес үшін. Соның барлық кемшіліктерін жазып береміз. Келеді, сол чек-листпен келеді да, мысалға, мына жері мынандай дейді, ол кіші уже ары қарай солай жұмыс етеді. Сондықтан келген кезде сізге сол нәрсеге назар аудару керек. Бірден оңай бола қояды, бірден істей қоямын деген секілді. Тіпті мен қыздардан білем, тіпті баланы оқуға қабылдаған кезде, мектепке қабылдаған кезде біраз жұмыс бар. Проблема тоже, да. Прививкалары проблема. Прививкасы бар, туберкулезге міндетті тест тапсырып қызады, оны күттіреді, сосын бұл жақта барлығы телефонмен мынаны айтып жібересіз ба деген нәрсе жоқ. Почтаға жазасың, ол почтаны 2 апта көргенде жауап береді. Сол секілді почтаның жауабын құда күткенде күтіп отырасыз. Сосын киноларды көретінсіз негізі. Почтамды тексерейін, проверю-ка я почту деп шығады сол кезде. Ол жақта почта қатты дамыған. Біздің өзіміз қазір ағасында тұрысымен почтаға не керек деп бірінші телефонға почтамызды қараймыз. Сосын міндетті түрде үйдің алдындағы өзіміздің почтовый ящиктерімізді қараймыз. Хат келген жоқ па, ештеңе келген жоқ па. Секілді. Сондықтан бұл нәрсенің барлығы емес. Түсіңіздер оқуға. Бірақ енді оңай деп ойламаңыздар, бірақ оңай болмайды. Стрессоустойчивость, өзінің қиындығы бар. Бірден бола қоймайды. Өзінің қаттысы да бар. Бірақ енді бір адамдар бар, ойлайды, мысалға, приоритеті жұмыс істеп ақша табу, бірақ демдейді. Ондай оймен келетін болсаңыз, тогда ошибаетесь. Бұл жақта, мысалға, мен уже 6 жыл болды ма, мен уже байып кететін уақытым болды негізі.
сол кезде бізде приоритет негізі оқу болса, оқуға келген жөн. Қосымша ақша табу заңды түрде интернешнл студент болсаңыз 20 сағат қана рұқсат аптасында заңды түрде жұмыс істеуге. Каникул уақытта қай жерде жұмыс істеуге рұқсат? Осы жерде айтып кетсеңіз, Маржан. Университеттің кампусында. Университеттің кампусында рұқсат. Өйткені social security number деген бар ақшта. Social security number'ны алу үшін сізге университеттің кампусында жұмыс істеу керек. Университеттің кампусында қандай жұмыстар бар? Астанада бар, неде Central Desk'та бар, яғни келген кезде адамдарды қарсы алатын, кітапханаларда, teaching assistant, мұғалімдерге ассистент болу, профессор мен research assistant болуға мысалға. Сол моменттер бар. Сондай варианттар бар. Егер уақытыңыз сәйкес келсе, көп адамдарда мысалға сабағыңыз көп болса, уақытыңыздың шама үнемдеп қиындау болады негізі. Сол нәрсеге. Уақыт болу керек, ол үшін күш болу керек. Өйткені өзіңіздің сабағыңыз бар ғой, солардың барлығын ұйымдастыра алу керек. Бұл жерде time management өте қатты керек сияқты. Әсел пече білесіз, біріншісініз біне қалыптамда. Жаным ашитын тұғын ғой, до такой степени Маржан. Еще Маржан сабаққа 200% дайындықпен келеді ғой. Мен там қашан, қалай күліп жүрсің? Ұйықтап отырады, бірақ 100% дайындық сабаққа. Мен айтам ғой, Маржан болмайды. Лучше өзіңнің сабағыңды оқи салшы, бұл ағылшынды қоя салшы. Жоқ, я должна до конца довести. Енді молодец, Маржанның еңбекқорлығына енді ағылшынды мен неге оқыдым? Себебі академиялық ағылшынды әрі қарай дамыту керек. Мен әлі жұмыс жасауым керек, менде проектный жұмыстар көп, сол қатемен жұмыс жасау керек. Сол кезде маған ментор керек, әрбір мұғалімге өзінің менторы бар. Менде қазір Әсел мұғалім, бірақ қазір уақытша тоқтап тұрмын, себебі уақытым кейін. Наконец-то. Сондықтан әлі де бірақ жалғастырамыз. Ұйықтап отырған болмайды. Лучше барғаннан кейін менде сол бұрындары айтатын тұғым Маржанға қоя тұр, пока бұл сабақтарды кейін-ақ үлгересіз ол жағына. Пока мынау Америкадағы оқуға қаттырақ көңіл бөлген дұрыс. Керек нәрсенің бәрі берілді. Енді ары қарай енді Маржан өз қолында, бәрі келеді қолынан. Бәрін үйреніп алды, өте жоғары деңгейде. Так что молодец ол жағынан, Маржан, енді молодец. Сіз сөзім жоқ, сізді бәріне мақтаймын ғой, сізді. Айта берем. Еңбекқорлық жағынан енді молодец, суперсіз. Сол, енді сол организациялар бойынша через жаңа сұрағыңыз бар еді. Организацияларға барған дұрыс па? Кейбір бізде Инстаграмда көп қазір организациямен оқуға тапсырып беру, шақырту алып беру, сол секілді нәрселер, процедуралар бар. Кейбір организациялар бар, жоғары түрде сізге көмек бере алады. Бірақ кейбір организациялар доверяй, просто мен бір ғана айтқым келеді, доверяйте, но проверяйте. Сенім айтсаңыз да өзіңіз ол құжат рас па, дұрыс па, шын ба, өтірік па, ол құжаттар сіздің реально сіз университетке қай мамандыққа тапсырдыңыз, оларға просто главға шақыртып алып берсек болды деген нәрселер болады кейбір университетте. Дуалингіні жаттатқызып сізді күшті супер-пупер қылып жібереді, бірақ арғы жағында исход ол қиналатын өзіңіз ертең. Сондықтан енді шыны керек, ізденген адамға барлығы доступны негізі. Болашақтың сайтының өзінде тұр барлығы. Барлығы кәдімгі тұр. Соны қалай? Главное, сіз өзіңіз оны ізденіп жасасаңыз болады. Кейбір сәтте мысалға сізге қолдау керек болады, немесе сұрақтарыңыз болса, жеке оқуға түскен адамдардан мысалы консультация алсаңыздар болады. Маржаннан алсаңыздар болады, ол жерде айтып кетсем болады. Маржан кәдімгідей 100% сіздерге көмектесуге дайын. Әсел серікін адам деп айтсаңыз, сіздерге консультация береді. Шынымен де Маржанның айтқысы келіп отырғаны, тек қана агентстволарға ғана сеніп қана қоймай, ол өзіңіздің де қолыңыздан келеді. Қаншама адам өздері тапсырып отыр, через болашақ ешқандай агентство. Сондықтан да Маржанның айтып кеткісі келіп отырған нәрсесі, бұл жерде өзіңіздің де қолыңыздан келеді. Тек қана сайтты ашып оқыңыздар, ізденіңіздер. Уақыт жоқ болса, енді амал жоқ. Ол жерде уже агентствоға немесе көмектесуші, қазір өте көп қой консультация беріп жататын қыздар, коллегаларымыз, соларға жүгінуге болады. Почему бы нет? Кейбір адамдарда болады, мысалға өте қорқақ, және де құжаттарға абай, немесе уақыты жоқ, бірақ түскісі келеді, сол уақыттарда организацияларға көбінесе жүгінеді, бірақ енді көбінесе организацияларға жамандамаймын, бірақ жасаған кезде өзіңіз сол нәрсеге уақытылы сол кісілермен бірге қадағалап отырсаңыз жақсырақ. Дұрыс таңдап жатсыз ба, дұрыс өтіп жатыр ма құжаттарыңыз, кемшілік болған жоқ па, ертең соған барлығына сіз жауап бересіз, ол организация емес. Сондықтан сол нәрсеге абай болған жөн.
яғни болашақтың бірінші турына дайындалатын кезде интернеттен егер де вербальный тест, числовой тест қалай дайындаламын десеңіздер, Google-ға жазсаңыз болады, SHL тест десеңіз, когда сізге полныйлар көрсетіліп, соған ұқсайтын сұрақтар келеді негізі. Логикаға негізделген, например, айтыста бізде болады ғой, графика, сол секілді графикаға қарап отырып, мысалға процентажын тап деуі мүмкін. Қанша процент артты деген секілді, сол секілді. Текст келеді, соған байланысты сұрақтар бар. Кәдімгі оқылым бойынша. Ал психологиялық тест, портрет, ол сіздің толыққанда психотестіңіз, сіздің қандай адам екендігіңізді, қандай кемшіліктері, артықшылықтарыңыз. Например, менде шамалы андай аздау шыққан, ол адаптирование болып, адаптацияға болып менде. Мен білмеймін, неге екенін, бірақ білмейсіз, оңай адаптация болған сияқты, сізде барлығын тез шеше алдыңыз, тез реакция бере алдыңыз. Бірақ енді опять же ол тест, ол 100% адамның сондай екенін дәлелдемейді. Ол мүмкін сол жерде бір нәрсені дұрыс белгілемегенсіз ғой сіз просто. Мүмкін, ол да. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ ол тесттен қатты, но бірақ желательно алдын ала SHL тесттерге қарап, шамалы рефрешмент жасаған дұрыс. Есеп шығара алмайтын адам ретінде айтайын, есеп шығару өте қиын, тем более логикам шамалы аздау. Гуманитарийдің бәрі сондай сияқты ғой. Гуманитар болғандықтан сіздерге де сәттілік ол жағын тапсырған кезде де болашақ артықшылығы көп өте. Бірақ сіз келгеннен кейін сізге оқуды бітірдіңіз, оқуды бітіргеннен кейін болашақ 1 ай уақыт береді елге қайтуға. Сіз 1 айдан кейін міндетті түрде қайтуыңыз керек. Міндетті түрде қайтуыңыз керек. Сіз өзіңіздің немізді штамп қойылу керек, сізге елге қайтқандығыңыз жөнінде жаңағы посольство мысалы қойылады. Қайтпасақ не болады? Қайтпасақ сіз оқуға кеткен шығындардың ақшасын өтеуіңіз керек. Немесе сіздің үйіңізді залогқа қойдыңыз ғой, сіз гарантты қойдыңыз, сол залогқа қойылған гаранттардан өндіріп алыңыз сол ақшаны. Және де сол нәрселер бар. Сондықтан сізге елге келгеннен кейін сіз қай уақытта мысалға кете болады адам, қалғың келеді әрі қарай дейтін болсаңыз, сіз магистратурадан кейін докторантураға өзіңіздің күшіңізбен болашақтан емес стипендияға тапсырып көрсеңіз болады, уақытын әрі қарай оқимын десеңіз. Ал егер де жоқ, қайтам елге қызмет етемін десеңіз, сіз 1 ай көлемінде қайтып келесіз. Сосын тағы да бір сұрақ осы жерде болды, отработка туралы тоже қыздар сұрақ қойыпты. Қалай болады отработка жасап? Көп 10 жыл жасаймыз ба отработканы деп жазып жіберіпті. Отработка бізде 5 жыл үлкен қалаларда, Алматы, Астана, Шымкент қалаларында 5 жыл көлемінде отработка жүреді. Мемлекетке немесе частный секторда, бұрын тек мемлекеттік қызметке айналысу керек болатын, қазір бірақ жеке секторларда қызмет жасауға болады. Ең бастысы елге қызмет етсек болды. Одан кейін осы жерде тағы бір сұрақ, Маржан. Елге келгеннен кейін болашақ сізге жұмыс тауып бере ме? Министерство финансы, министерство иностранных дел, сол жақта жұмыс тауып бере ме, или өзіңіз табу керек болса елге келгеннен кейін? Бастапқы уақытта сізге болашақ уақыт береді өзіңіздің жұмыс табуыңызға. Егер жұмысыңыз болмаса, жұмыс табылмаған жағдайда сіз болашаққа жазасыз. Құрметті болашақ, маған жұмыс тауып берулеріңізді сұраймын секілді өтініш жазасыз. Сол өтініш бойынша сізде қандай сіздің мамандығыңыз бойынша жұмыс бар, болашақ сол сізге ұсынады. Сіз жұмысқа ары қарай солай қабылдансаңыз болады. Негізі бірақ болашақта өзіңіз спокойно жұмыста боласыз негізі. На расхват сияқты келгеннен кейін. Я сама буду выбирать, я вот здесь, я тут. Ожағында бар, одан кейін кейбір адамдар енді айтып жатады, неден бізде қазір енді болашақ әлі енгізген жоқ ол программаны. Бізде өткен жолғы жиналыста просто айтылды. Бұйыртып жатса, Құдай қаласа, алдағы уақытта сол мәселе қарастырылып жатыр. Болашақ стипендиаттары ары қарай, мысалға, ақш-та оқып жатырмын ба, ары қарай 1 жыл көлемінде елде стажировка жинау, яғни неден экспириенс жинауға, опыт жинауға қалуға болады. Жалпы енді любой жерде бітірген жеріңізде экспириенс жинауға, опыт жинауға қалуыңызға болады. Егер де топовый үздік компаниялар бар, өзінің үздік компаниялардың біріне жұмысқа тұрған болсаңыз, сіз уақытша сол жақта жұмыс істеп, одан кейін елге қайтсаңыз болады. Бірақ ол сізге 4 жыл, 5 жылдап бермейді, 1 жыл көлемінде ғана. Енді ол әлі толыққанды енгізген жоқ, бірақ алдағы уақытта болады деген үміттеміз, болашақта.
керемет сияқты, өйткені мысалға сол жерде сіз жұмыс істедіңіз, мысалы қазір теорияның бәрін сіз оқып жатырсыз, бірақ оны сіз практикада қазір біз білмейміз оны қалай керек екенін. Сізді мысалға сол жердегі бір компанияға жұмысқа кіргізіп жібереді, на, и давай практикуйте. Сол жерде бүкіл практический знанияны алып аласың да, и Қазақстанға келесің, Қазақстанды өркендетеміз, өрлетеміз. Почему бы? Керемет иә. Одан кейін көбісі сұрақ қояды, магистратура дұрыс па, стажировка дұрыс па деген секілді. Магистратураның артықшылығы, сіз осы жақтың Американың дипломын аласыз. Стажировка сізде тағылымдамадан өтесіз, компанияларда мұғалім болсаңыз өзіңіз университетіңізге байланысты өтесіз, университеттерде өтесіз. Бізде енді оның тағылымдаманың артықшылығы сізге залогқа ештеңе қоюдың қажеті жоқ. Керемет. Документациясы бар. Сосын 3 жыл көлемінде, қателеспесем, отработка бар. Иә, өте керемет. Алдағы уақытта айтпақшы оқырмандарыма тағы да бір жаңалық. Осы мектеп оқытушыларына арналған тағылымдама туралы тағы да бір өте крутой бір тікелей эфир ұйымдастырып жатырмыз. Уже келісіп қойдық, так что күтіңіздер. Иә, Маржан қазір кішкене ашып айтып қойды. Тағылымдама бойынша айтатын нәрсе, ол мен осы болашаққа магистратура тапсырмас бұрын Англияға оқуға түскен болатынмын, Уорбиктің университетке. Оқуға түскенде тағылымдамадан өтуге бір жыл көлемде. Сол алдыңғы болашақтан мені конкурстан өткізген жоқ, себебі мен уақытта енді қосымша әлі магистратура оқып жатқанмын, заодно бірақ мектепте жұмыс жасап жатқан жоқпын. Сол уақыттар менде кемшілік болды, то что последние 12 ай мен мектептен андай пенсионное отчисление мектептен түспегендіктен мен документім қабылданған жоқ, барлық құжатым болса да. Сондықтан сол нәрсеге абай болған жөн. Кейбір университеттер бар, которые ешқандай андай мотивационный ештеңе қажет етпейді, тек қана тілдігіңізді, деңгейіңізді дәлелдеп, құжаттарыңызды өткізсеңіз қабылдайтын университеттер өте көп. Оны болашақтың сайтынан көруге болады. Және де Американың топовый вуздары біздің болашақтың спискасында 60-қа жоқ вуз бар. Топовый. Соның біреуіне таңдап, мысалға, енді қалай іздеймін дейтін болсаңыз да, болашаққа кіресіз, үміткергеннен кейін жоғарғы оқу орындар, и сол жерде список шығады сізде университет, сразу сайттарымен ішіне кіріп мамандығыңызды іздесеңіз болады. Немесе мамандықтан қиналып жатсаңыз, басым мамандықтарды сол жерден қарасаңыз болады, мамандықтар деген бөлімнен. Одан кейін қажетті құжаттарыңызды сол жерде көрсеңіз болады, өтілетін. Мысалға 2023 жыл биылға бізде енді гранттардың саны, стипендияның саны чуть аздау, былтырғыларға қарағанда. Биылға 395 грант берген бір жылға. Яғни 4 потокпен жүреді. 395 грант. 395 гранттың қазір айтамын, білім беру бойынша магистратураға 60 грант берілген. Магистратураға. Иә, тағылымдамаға 20 грант, докторантураға 13 грант қана. Иә, 13 грант қана берілген. Енді қазір бізде ең басым мамандықтар қазір инженерлік және медицина қызметкерлері техникалық мамандықтар. Жақсы мүмкіндік, иә. Өте жақсы мүмкіндік пайда болды. Ол жерде медицина өйткені менде медицина саласында жұмыс істеп жүрген өте тоже мұғалім деппін ғой, жаңағы студенттер өте көп, и олар жаңағы медицина жағынан қалай болып жатыр, болашақпен түсе аламын ба деген сияқты сондай көптер сұрақтар қояды. Мен айтамын, енді Маржанға барыңыздар деп отырмын. Мен білмеймін. Медицина бойынша айтатын болсақ, қазіргі биылғы есеп бойынша инженерлік мамандықтар мен медицина мамандықтарына сіз оқудан шақырту алудың қажет жоқ. Сіз қажетті құжаттарыңызды өткізіп, қазтесттің негізгі бәрін өткізіп, IELTS 5.0 балл болса болды. Сол тестіңізді өткеннен кейін, сертификатыңызды өткізгеннен кейін, сіз егер де отбордан өтсеңіз, сіз бір жыл көлемінде шетелде тілдік курс өтесіз. Оқуға түспейсіз, тілдік курс қана оқисыз. Сізге кәдімгі стипендия беріп оқып жатасыз. Бір жылдан кейін сіз тілдік курсты аяқтағаннан кейін жаңа IELTS-іңіз бар, жаңа керекті құжаттарыңызды өзіңіздің қалаған топовый вузға түссеңіз болады. Медицина қызметкерлері және де инженерлік мамандықтар бойынша басым бағыт. Бұл магистратура, иә? Иә, бұл магистратура бойынша. Жалпы, иә, сондай. Ал тағылымдама бойынша қазір көбінесе менің өзімнің лично танысым Израильге оқуға түсті. Көбінесе Израиль медицинасы жоғары деп есептегеннен кейін. Тіліңіз егер де жақсы болатын болса, бұл жақтан да тағылымдамаға өзіңіздің бағыт бойынша тағылымдама өткен жерлер табуға болады. Иә. Оны бәрі ол жерде жаңа тіл білсеңіз болғаны, главное, иә, болды, басқа ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Тіл білсеңіз болды. Иә. Окей, good.
Түсінікті. Так, одан кейін тағы да бір сұрақтар мектеп оқушыларынан сияқты мына жерде. Как получить полный грант, какие программы посоветуете для этого деп орысша сұрақ қойыпты. Бакалаврға түсу туралы бұл жерде. Бакалаврға түсуге бола ма болашақ арқылы? Бакалавриат болашақ негізі стипендиясы түлектерге негізі тек магистратура мен докторантура тағылымдамаға арналған. Бірақ болашақтың сайтында межправительственные гранты деген бар. Яғни жыл сайын өзі басым мамандықта Венгрияға түсуге болады, жаңағы жоғарғы оқу орындар. Қазір мен бір минут ашып бірден айтып жіберейін, қай жаққа кіретіндігін. Болашақтың сайтына кірген кезде, бұл жерде гранттар деген бөлім бар. Үкіметаралық гранттар деген кезде сізде мемлекеттер келеді. Яғни бұл гранттар беретін мемлекеттер списоктı тұр. Бұл мемлекеттердің ішінде Венгрия, Қытай, Украина, Словакия, Әзербайжан, Польша, Тәжікстан, Қырғызстан және Вьетнам жерлерінде оқуға тапсыруға болады. Бакалавриат бойынша. Бакалавриат и магистратура, и докторантура да бар бұның ішінде. Бірақ көбісі бакалавриатқа студенттер қабылданып жатады, Венгрияға көбісі тапсырып жатады. Құжаттарды конкурстық іріктеу бар, негізі өзінің кезеңдері бар, тоже болашаққа өткізетін. Үміткер мамандықты, және де ел таңдайды, және де шетелде оқудаймын деген анықтау үшін мамандық бағыты бойынша тәуелсіз сараптама комиссиясы арқылы өтеді. Егер де қабылданған жағдайда, например, комиссия мүшелері келісім шеңберінде өздері де сондай не береді, сол грантқа түсіреді, яғни грант осы сол арқылы болашақ арқылы тапсырып. Бірақ Америкаға, мне кажется, қазір бакалаврға түсуге болмайды, тек қана магистратураны жіберіп жатыр, болашақпен, мне кажется. Болашақпен бакалавриатқа түсірмейді. Иә. Болашақпен тек қана магистратура, докторантура тағылымдама ғана. Ал ақш-қа өзінің бөлек стипендиялық бағдарламада университеттердің өзінің стипендиясына тапсыруға болады. Өзінің гранттарына. Мемлекеттің өзінің гранттарына тапсырады негізі. ақш-та мысалға тапсырсақ, сіз жаңағы айттың ғой, сіз ана personal statement өткізген кезде, неге университеттің өзінің scholarship-тары бар, international-дарға берілетіндері бар. Сол секілді сонда өзіңіздің мысалы мықтылығыңызды, академиялық көрсеткішіңізді дәлелдей алсаңыз, тогда сізге гранттың беру ықтималдылығы жоғары. Грант береді. Мысалға, көп жағдайда ақш-та полный грант беруі аз көрсеткіш. Екіталай шығар. Екіталай емес, болады. Бар ғой бірақ енді. Иә. 70%, 50% скидкамен беріп жатады. О, это очень мало. Немесе кейде оқудан ақшасы төлейді, бірақ сіз өзіңіздің мысалға тұрғын үй, басқа шығындарыңызды өзіңіз өтейсіз. Сондай моменттер де бар, ондай варианттар да бар. Ал егер толық грант алатын болсаңыз, толық грант беретін университеттерге қараған жөн. Яғни списоктары бар, определенный өзінің. Өзіңіздің мамандығыңыз, басым мамандығыңызға сәйкес. Иә, сосын тағы да жаңағы мектеп оқытушыларына айтатын болсақ, ол жерде, опять же, ол жаққа Америка барған кезде ешкім оларды күтіп алмайды, иә, мысалға, оларға ешнәрсе дайындап бермейді. Ол жерде де адам Америкада оқуға, тем более подросток болғаннан кейін, иә, мысалы, 11-ші класты бітіргеннен кейін, сондай үлкен бір өзгеріс, трансформациядан өтетін сияқты, өйткені ол нәрсені үлкен адамның өзі әрең мысалға алып шығады. Мысалға жасөспірім бала, қыз болсын, мысалға өте қиын болуы мүмкін, бірақ сол нәрсеге дайын болу керек. Ол рас уж Америкаға түскісі келе ма, шетелге түскісі келе ма, яғни басқа адамдармен коммуникация жасай алу, адаптирование, resilience деп жатыр, көп нәрселер бар, солардың барлығын дамыту керек. Тек қана hard skillді дамыта бермей, сонымен қатар жаңағы soft skill қазір сол нәрсені өте қатты қолға алу керек. Сондықтан да жастарға осындай бір совет шығар, жаңағы тек қана телефонда отырып алмай, жаңағы далаға шығып кішкене басқа адамдармен араласып коммуникационные навыки надо развивать. Егерде жалпы грантқа тапсырғысы келетіндер болса, магистратура болсын, докторантура болсын, тіпті даже мектеп оқушысы болсын, ең басты нәрсе өзіңіздің жетістіктеріңіз, яғни сіздің академиялық, екі жақта да академиялық көрсеткішке қарайды. Бакалавриатқа тапсыратын болсаңыз, сіздің мектепте оқыған академиялық көрсеткішіңіз жоғары болса, беспен оқыған болсаңыз, сізде қабылдау ықтималдығы жоғары. Егер де ол төмен болса, сізді оқуға вряд ли қабылдайды. Одан кейін, мысалға, бакалавриаттан кейін магистратураға тапсыратын болсаңыз, магистранттар үшін көп университеттерде 3.0 GPA кемі. Ал егер де сізде GPA төмен болса, ол шартты түрде қабылданады университеттерге.
мысалға сіз академиялық оқу барысында академиялық көрсеткішіңіз өте жоғары болу керек, сол уақытта ғана сіз шартты түрде оқып жатқан боларсыз. Ондай моменттер бар. Менде мысалға бакалавриатта чуть аздау болды, содан магистратураға қосып берген кезде дипломда ол кезде нормально мені шартты салды. Сондай моменттерге қарайды. Одан кейін сіздің волонтерствомен айналысыңыздар. Мемлекетке қызмет жасаңыздар. Қазір мысалға бізде партияда мен өзім жас отанды қазіргі атауын ұмытпадым қазір. Сол Аманат партиясы, иә, Аманат партиясының жастар бөлімі бар. Сол бөлімінде мысалға волонтерствомен айналысады мысалға. Немесе өзіміздің международный, мысалы, Қазақстанның республикалық волонтерлық желісі бар. Оқушыларға арналған, студенттерге арналған, жалпы мұғалімдер болсын, мұғалімдерге English for жастар бар мысалға. Жыл сайын өтетін мысалға. Тегін мысалға ауылда қызмет жасау. Портфолионы жақсарту керек, портфолиоға жұмыс жасау керек. Портфолио болу керек. Сол нәрсеге көп қарайды. Одан кейін, кстати, егер сіз ауылдың мұғалімі болсаңыз, сізге приоритет көптеу негізі болашақта. Иә, дұрыс айтасыз. Ауылда жұмыс істейтін мектептің мұғалімі болсаңыз, тем более сізге приоритет көп, мүмкіншіліктер көп. Мүмкіншіліктер көп, приоритет өте көп. Сол үшін де мүмкіндікті пайда керек. Енді бірақ мен өзім ауылда тұрғаныммен, ауылдық жерде тұрамын негізі, Қызылордада. Бірақ мен қала дейтін тұғым. Сол үшін де ондай бір категорияға іліккен жоқпыз. Бірақ қазір бұл бізде біраз нәрсені жеңілдетті. Оған дейін болашақта мысалға жалпы іріктеу, сосын жалпы сосын жеке конкурстар болатын. Яғни жеке конкурс ол тәуелсіз адамдар тәуелсіз өзі шақырту алғандар бөлек стипендия алатын. Ал болашақта бірінші болашақтың стипендиясын егер атанып барып, одан кейін университет таңдайтын тұғын бұрын. Бірақ қазір кішкене өзгерістер енгізді, и 6 ол кезде бұрынғы болашақ бойынша сіз заң, конституция, сосын Қазақстан тарихынан тест тапсыратын тұғын. Қазір ол нәрсе жоқ. Ең бастысы шақырту алу, комиссияға өту, құжаттарыңыздың дұрыс болуы, дәлелдеп шығу, тесттен өту, и все. Тест туралы айтпақшы, тағы да сұрақтардың бірі. Қандай тестті тапсыру керек? TOEFL керек па, IELTS керек па, SAT тапсыру керек па деген сияқты қандай тест тапсыру керек деңгейді дәлелдеу үшін? Егер сіз MBA мамандықтарына тапсыратын болсаңыз, GMAT, GRE деген секілді өзінің тесттерін талап етуі мүмкін. Пандемиялық ахуалдың кезінде бастап біраз тесттерді, GMAT, GRE тесттерін алып тастады негізі. Сол қазір сізде главный тіліңізді дамытсаңыз болды, сол арқылы оқуға түсуге болады. Бірақ қазір енді пандемия басылғаннан кейін топ университеттер қазір өзінің мамандығына сәйкес GMAT бойынша өздері не беріп жатыр. Қайтадан соны requirement ретінде қосып жатыр. Университеттің өзінің мамандығына сәйкес іздейсіз, өзіңіз қарайсыз. Қандай требование бар? Қарайсыз, сол жерде мысалы GMAT тұрмас, сіз уже соған тапсыруыңыз керек. Егер немесе ол тестті тапсырмайтын нелерді іздесеңіз болады университеттерді. Негізі ең көп тапсыратын нәрсе ақш-та негізі TOEFL мен IELTS. Америкаға оқуға түсу үшін IELTS қанша болу керек? Маған көбісі жатады, мен Америкаға түсу керекпін. Менің деңгейім интермедиат, маған 8 керек дейді ғой. Мен сосын Америкаға оңай түсіп кетемін дейді. Қалай? 8 алу керек па Америкаға түсу үшін, либо басқа балл жете ме? Америкаға негізі мамандыққа сәйкес кейбір университеттердің өзіміздің требованиясына байланысты, бірақ мен лично өзімнің университетім айтатын болсам, IELTS кемі 7 балл. 7 балл. 7 балл, иә. Ал мен кеше көрдім жаңа University of Florida'да ол 6,5-6 баллмен түсуге болады оқуға. Educational Studies бойынша. Иә, мен 6 баллмен түскен қыздарды білем, Бостонда 6,0-мен түсіп, грантта оқып жүрген қыздарды білем. Сондықтан да керек емес, ағайын. Ол бұрын тұғын. Қазір пандемия аяқталған, пандемияның уақытында университеттер студенттерден айырылып қалды ғой біраз. Шетелде студенттер келмейді, мысалы, жол жабық, сол кезде олар біраз андай требованиясын түсірді да, қазір көтеріп жатыр және. Өйткені мен түскен кезде әлі сол кезде баллы где-то 6,5 тұғын менің университетімде өзінде. И қазір мысалы 7-ге көтеріп, алдында 8 болып, 7-ге түсіріп та қайта. Дұрыс қайта көтергені дұрыс сияқты. Мне кажется, көтергені дұрыс сияқты, өйткені оларға да бастарына
жаңағы проблема керек емес, өйткені ол студенттер келеді, олар дым түсінбейді, оларды үйретемін деп профессорлардың миы қайнамауы үшін, мне кажется, жаңағы жоғары деңгеймен келсе, өздеріне оңай болады, и оқитын студенттерге де оңай болады, сондықтан да енді жоғары болған дұрыс қой енді ол үшін. Бірақ енді 6-мен де, 6,5-мен де, 7-мен де түсе беруге болады. Ол сіздің таңдаған мамандығыңызға и университетіңізге баратын шартыңызға байланысты, иә? Егер топовый университетте өсетін болсаңыз, 7-ден жоғары болу керек. Топ университет ол күшті бір Нью-Йоркта оқимыз, Чикагода оқимыз деп айтсаңыз, Бостонға барамын десеңіздер, қазір желательно осындай болған дұрыс. Ал егер де қарапайым штаттарға баратын болсаңыз, тогда ол уже тоже штаттарға байланысты. Иә. Жаңа университет Флорида 6,5-мен балмен қазір қабылдап жатыр. Сол бойынша тапсырып көруге болады. Керемет, өте толық жауап бердіңіз. Осы нәрселерді ашып өткеніңіз дұрыс болды, өйткені көп осындай сұрақтар келеді, мен кейде шаршап кетемін жауап беріп. Мен айтамын, университетке байланысты, қай жерге барасыз, білмеймін, қандай маман таңдап отырсыз, білмеймін, бірақ маған жетегірек деңгейім білдірмейді. Мен жауап беріп шаршадым, если честно. Окей, так, біз көптеген сұрақтарға жауап берген сияқтымыз. Соңғы сұрақтардың бірі, вакцина жағы не болып жатыр, вакцина керек па, Pfizer міндетті түрде салу керек па деген сияқты сұрақтар болды. Біз жақта вакцина сұрайды міндетті түрде, Pfizer міндетті түрде, 2 дозасы міндетті түрде қабылдауым керек. Шекарада өткен кезде Pfizer тексереді. Вакцинация негізі тексереді обязательно негізі. Мен вообще мені кетіп жатқан кезде Алматыда аэропортта сұрады, менің вакцинациямның ұмытып кеткенім негізі өзімнен де кінә шығар. Вакцинация өттім, бірақ құжатымда менің соңғы international жерге кететін болсаңыз, шетелге кететін болсаңыз, соңғы хотя бы 2 апта өту керек вакцинациядан. Мен 1 апта өткеннен кейін ұшуым керек болған. Өзі мені ұшырған жоқ, мені 1 аптаға 2 апта өткенде одан кейін 2 дозаны алғаннан кейін 6 айдан кейін осы жақта бустер 3-ші дозасын қабылдайсыз. Вакцина керек. Бірақ қазір адамдар вакцина керек. Масканы мынау процедуралар ол жерде жоқ, бірақ кейбір зданияларға кірген кезде маска киюді сұрайды. Бірақ қатты шектеу жоқ. Окей, түсінікті. Так, барлық сұрақтарға жауап берген сияқтымыз, біздің оқырмандар сұрақтар жіберіп жатыр екен. Соларға жауап берейік та, сосын көрейік та, қандай сұрақтар бар екен мына жерде. Так, бізді естіп тұрмыз дейді, бәрі жақсы дейді, Маржан керемет дейді. Так, қандай сұрақтар бар екен тағы да мына жерде. Және жаңа ғана бір сұрақты көрдім, тағылымдама, мұғалімдерге арналған тағылымдама туралы сұрақ қойған екен, бірақ ол сұраққа біз жауап беріп кеттік. Кейін міндетті түрде прямой эфирді сақтауға тырысамын. Сол кезде барлығын Маржан деген жілігін шағып тұрып түсіндіріп кетті, соны өздеріңіз көріп аласыздар. Маржан, сәлеметсіз бе, Қызылордадансыз ба, былтыр болашақпен түстіңіз бе дейді Индира. Бұл кейін ортасынан қосылған оқырмандар ғой. Так, мына жерде бізді Conversation Club'қа жіберіп, өзіңіз мына жақта қызық нәрсе өтетіп жатырсыз ғой дейді Анара. Зато сіздер кейін көріп аласыздар. Қазір біздің қыздар Speaking Conversation Club'та қазір өздерінің жаңағы практика жасап жатыр, сол жақтан келген қыздар ғой. Комиссия сұрақтарды ағылшын тілінде қояма дейді Маржан. Комиссия сұрақтарды бір қызығы, негізі комиссияға байланысты. Кейбір адамдар сұрайды, ағылшынша сұрайды, ағылшын тілі деңгейіңізді білу үшін. Бірақ маған лично ағылшынша сұрақ қойған жоқ. Маған орысша және қазақша түрде сұрақ қойды. Бір артықшылығы, сізге не обязательно ағылшынша қойса, ағылшынша жауап беру не обязательно негізі. Ағылшынша қойса, қазақша жауап берсеңіз де болады, негізі ол жағына қатты маңыздылығы жоқ. Бірақ өзіңізді түсініп тұрғандығыңыз дәлелдеген жоқ. Бірақ ағылшынша, орысша қалай жауап берсе де жауап берсеңіз, тогда өзіңізге плюс ол негізі. Ағылшынша сұрақ қойып, ағылшынша жауап беріп жатқан жағдайда ол сізге үлкен жирный плюс. Маған бірақ өкінішке орай ағылшынша сұрақ қойған жоқ, маған орысша сұрақ қойды. Орысша және қазақша. Болашаққа тапсыру оңай емес екен деп жазып жіберіпті мына жерде. Болашаққа тапсыру процедурасы бар, бірақ
конечный итог все-таки хороший. Мхм. Я мына жерде ары қарай жазып кетіпті, ешқандай болашақпен тапсыру оңай деген маркетинг компанияларға сенбеңіздер жазып жіберіпті Индира. Ағылшындарыңызды дамытыңыздар, ақшаңызды жинаңыз, өте пайдалы кеңестер. Әбден дайын болыңыз дейді. Келісесіз бе? Иә, ақша жинау жағын айтатын болсақ, мысалға Иә. келген кезде шығындар болды. Иә, квартираға 2 есе төледік. Бізде мысалға квартирада тұрамын дегенше уақытша тұратын жер керек болды. Ол жерде мысалға ойбай мына жақта қазақ бар екен, соның үйінде тұрамын деген нәрсе жоқ. Өзіңіз енді әркім өзі оқу үшін барғаннан кейін өзіне жауап беру керек. Ешкімге ешқандай нәрсе міндетті емес бұл жақта. Барлығы өзі үшін. Сондықтан келген кезде барлығына дайын болған жөн. Сіздің мысалға отбасылық шығындарыңыз болуы мүмкін. Оқу орнын қабылдайтын кезде балаңызды мысалға мектепке сізге мысалы қосымша requirement ретінде не айтуы мүмкін, прививка алсын балаңыз, немесе тест тапсыру керек, оның суммасы мынандай, немесе страховка алу керек балаңызға десе, ауырып қалса, иә, например. Ауырып қалса, бұл жақта ауыруға болмайды. Бізде мысалы медициналық страховкамыз бар, университеттің өзімізде. Мысалға сіздің күйеуіңіз балаңыз десе, ол кісілерде страховка болмайды көп жағдайда. Сіздің күйеуіңіз, значит, барып, мысалға скорый шақырып, маған келіп, мына жерім бүйтіп жатыр деп айта алмайсыз, өйткені сізде страховка жоқ. Сіздің балаңызда страховка болуы мүмкін, оқу орны балаңыз мектепке қабылданатын кезде, соны страховканы сатып алуыңыз мүмкін, бірақ көп жағдайда ол нәрсе шығынды толық өтемейді. Мысалы, даже біздің университетімізде, мысалға мен дәрігерге бардым, оның қабылдауына мысалға толыққанды менің шығынымды өтеген жоқ. Мен где-то 20%-ын, 30%-ын, кейде 10%-ын ақшасын төлеуім керек. Сол үшін дайын болған жөн, ол жақта ауыруға болмайды. Керек медикаменттер, дәрілеріңіз, қай жеріңіз ауырады, қандай жағдай болуы мүмкін, бүкіл медикаментті өзіңіз Қазақстаннан ала келсеңіз, өзіңізге пайдалы. Мысалға, бұл жақта аналогын таппауыңыз да мүмкін кейбір. Немесе хронический болезні болса, оны қайта бұл жақта тексеріп, мысалы Қазақстаннан алып келген сіздің прескрипшніңіз бұл жаққа жарамайды, бұл жақта өздері береді, өздері қарап береді. Еще оны санап береді, еще сенің аптекалар мына дәріні маған берің десе, ол бермейді. Ол дәрігерге звондап сұрайды өздері. Мына кісіге мынандай дәрі керек па, бола ма? Деген соның дәрігердің рұқсатымен, даже ол сенің қағаз өтірік істеп алған шығарсың деп тексереді олар міндетті түрде. Сол үшін де бар медикаменттерді өзіңізбен бірге алып келген жөн. Мен өзіммен бірге, білмеймін енді, киімімнен гөрі дәрім көп шығар. Вдруг андай болып қалса, вдруг мына жер өтіп қалса, вдруг тұмар атып қалсам деген нәрселер. Иә, дұрыс. Рахмет. Сәлеметсіз бе, дедлайн қай уақытта басталады болашақ бағдарламасымен дейді? Болашақ бағдарламасында биылғы өзгертулер бойынша қазір қаңтар айынан бастап қабылдау жүріп жатыр. Негізі бірінші туры бізде бірінші поток майда жүретін тұғын. Бірақ қазір уақыт жылжыды. Қаңтардан наурызға дейін тағылымдама стажировка бойынша қабылдап жатырсыз деп қателеспесем, и докторантура. Ал сіз апрельдегісіне тапсырсаңыз болады, апрельде бар, жазда бар, и күзде бар. Бірінші жалпы магистратура осы апрельдегісіне үлгеруіңізге болады. Так, стажировканы өтетін жерді өзіміз таңдаймыз ба дейді? Иә, стажировканы өтетін жерді адам өзі. Дәл сол магистратураға қалай дайындалдыңыз, дәл солай. Шартсыз шақырту. Стажировка өтетін жерден шақырту алыңыз керек. Топовый жерден тоже. Топовыйыздан немесе жерден. Так, Маржан супер дейді. Қыздар керемет, үлкен рахмет дейді информацияға. Рахмет, керемет, ақпарат өте көп дейді. Керемет. Сұрақтар осымен тамам, барлық сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын. Егер де қандай сұрақтар болып жатса, ойланбай Маржанға жазыңыздар. Маржан шамасы келгенше уақыты болса, сіздерге жауап береді, көмегін тигізуге дайын сіздерге. Енді соңында Маржан осы оқуға тапсырайын деп жатқан, немесе оқуға түсейін деп жатқан жандарға не айтар едіңіз мотивация ретінде? Адам өзі арманы болса, ең бастысы ниет. Адам бір ниет етіп өзіне мақсат қойсаң, Алла тағала өзі жолын әрқашанда ашып береді. Ең бастысы шынайы ниет, қалау, және де қолыңызды жайып Құдайдан сұрай беруге болмайды, оған әрекет жасау керек міндетті түрде. Соған маленькими шагами әйтеуір жетесіз. Бүгін жетпесеңіз де жетесіз. Мен негізі болашақтан бірнеше рет отказ алған секілді адам. Үш рет. Бұл мен үшінші попыткам негізі. Өйткені бірінші попыткада менде GPA жеткен жоқ, ол кезде GPA-мен қабылдайтын болашақ. Екіншісінде тағылымдамаға тапсырған кезде бір документім дұрыс болған жоқ. Үшіншісінде барып мен тағы да тапсыруым керек. Сондықтан
бір рет болашаққа бір рет түспей қалғаннан кейін жаңағы шақыртуыңыз болса келесі потокқа тағы тапсырсаңыз болады айтпақшы. Сондықтан бір рет түспей қалдым екен деп ары қарай жоқ болды деп қолыңызды сілтей салуға болмайды. Адамдар армандау керек, оған жету керек. Сол үшін де салмаңыздар, шаршамаңыздар, тіл үйреніңіздер, біліңіздер. Бұл әлем көруге лайықты. Өйткені ақш-тың өзі өте керемет жер. Мен өзім көрген кезде басқа әлем менің ойымды өзгертті. Қазіргі таңдағы менің өмірге көзқарасымды өзгертті. Сондықтан сіздер де көруге лайықтысыздар. Көру жазсын сіздерге. Әрбір қазақ десеңші, әрбір қазақ Американы көруге, елді көруге, өсуге, өнуге. Ғана емес, басқа топовый вуздарға түссеңіз болады. Европаға, Австралияға, Англияға. Қалаған жерге бара аласыздар. Тек қана дисциплина бұл жер, самодисциплина, жаңа табандылық, мақсат айқын болса, жолы табылады өзі. Ол армандап іс-әрекет жасамай отырғаннан ешқандай пайда болмайды. Нақты іс-әрекет жасау керек. Ой, естілмеймін. Маған бір сұрақ айтады да, менің жасым 40-та, бірақ мен оқуға қартайып кеткен сияқтымын, оқуға түсуге деген кезде ол. Сіз қартайған жоқсыз, сіз самый раз, өйткені сіз қазіргі заман өзгерді, сіздің бұрын қалған біліміңіз ескірді, ол сізге жаңашылдық керек. Сондықтан сол уақытта сіз ешқашан да шаршамаңыз жаңа білім алуға. Өйткені бізде менімен бірге группада 68 жасар әже оқиды бізде. Қай елден? ақш-тан тоже. Айтады, сіздің не істейсіз дейміз ғой, сіз. Маған ол жаңа нәрсе, мен немерелеріммен сөйлесемін, немерелерімді білгім келеді. Сондықтан маған бұл нәрсе маған хобби ретінде жақсы деп айтады да. Сондықтан сіздер 68 жасар әжеден кейін емессіздер, үйреніңіздер. Бізде қазақтың стереотипінде ол 30-дан асқаннан кейін 35-тен 40-қа шақтағанда ой құрсын тастап, бұл не бар деген секілді. Отбасымен келе жатқандар бар. Менің Қазақстаннан келген бірге қасында бірге тұратын құрбыларым бар, осы жерге келіп оқып жатқан. 40-та, 35-те. Әлі де кеш емес, отбасымен бірге. Бір қызым құрбым бар, 5 баласы бар мысалға. Ол кісі де отбасымен келіп, күйеуі де келеді, но бірақ ол кісі де рисковать етіп мысалға келіп отыр. Сондықтан мүмкін емес нәрсе жоқ десеңізші. Мүмкін емес нәрсе жоқ, өте керемет. Бір осы тікелей эфир бәрімізге бір мотивация болады деген үміттемін, бір қандайда бір қызығушылықты тудырады деген үміттемін. Маржанға өте үлкен рахмет. Сондай алтын уақытын бөліп таң атпай тұрып, қазір бізде түн болып жатыр, сіздерде таң атып жатқан шығар енді ғана, тұрып бізге осындай бір керемет мәліметтермен, өзінің бір инсайтымен, экспириенсімен бөлісіп жатқанына бір өте үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерге өте пайдалы болды деген үміттемін, мотивацияға толып, прямой эфир жасауға тырыстық барынша. Үлкен рахмет, Маржан, сізге оқуда өте үлкен сәттіліктерді тілеймін. Бүкіл армандарыңызға жетіңіз. Мен сіздің потенциалыңызды білемін. Бұйырса көптеген әлі жаңағы жетістіктерге қолыңызды жеткізетініңізге сенемін. Сондықтан да тек қана алға мойымаңыз. Көп рахмет, сіздей бөлісуге мүмкіндік жасағаныңыз үшін, ұсынысыңызға қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Әсел ханымнан сағылшын үйреніңіздер көбірек. Рахмет, Маржан, үлкен. Сау болыңыз. Кездескенше. Рахмет, бай-бай. Так, енді сақтау керек бұл эфирді. Ой.